Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен үйдегі бар заттардан қолжетімді етіп пряник жасаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Алдымен бізге қажетті заттар: сүтке азғантай тұз, ас содасы, барлығын салып жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен қопсытқыш саламыз. Оны да жақсылап араластырып, оның үстінен азғантай ванилинді саламыз. Енді бізге бір бүтіндей жұмыртқа мен бір жұмыртқаның сарысы қажет болады. Жұмыртқаны салып болған соң, үстіне ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды аз-аздан салып тұрамыз. Бірден салып жіберетін болсақ, қатты болып қалуы мүмкін. Осылай перчатка киіп жасасаңыздар ыңғайлы болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Барлық қажетті заттарды грамм мен өлшеммен описание бөлімінде жазып қалдырып кететін боламын. Осылайша ұнды аз-аздан салып тұрамыз. Үйдегі бар заттардан, қолжетімді заттардан дайындалады. Осылай шамалы илеуге қиындау болады, бірақ қатты қылып жібермеуіміз керек. Ұнды көп қосып, жұп-жұмсақ қамыр болу керек. Сол кезде прянигімізде жұп-жұмсақ болып, әдемі болып шығатын болады. Енді осылай жұмсақ күйінде қалады қамырымыз. Оның үстіне майды құйып, жақсылап тағы да илеп, бетіне пакетті жауып 30 минутқа демалуға қоямыз. Қамырымыз 30 минут демалып алу керек. Міне 30 минутта өтті. Енді столдың үстіне ұнды сеуіп, қамырымызды соның үстіне түсіреміз. Жақсылап столдың үстінде де илеп аламыз. Енді оқтаудың көмегімен шили жұқа қылмай осылай қамырды жаямыз. Менде форма жоқ, стаканның көмегімен осылай домалақ форма жасап аламыз. Арнайы форма болмаса, осылай стаканның көмегімен жасай берсеңіздер болады. Енді 300 градус қызып тұрған печкада салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Енді алып қойған
бір жұмыртқамыздың ағын өлшеп алған құмшекермен осылай аз-аздан құмшекерді салып отырып аппақ көпік болғанша миксерлейміз. Миксердің жылдам жағымен тез-тез миксерлеп аламыз. Енді лимонды кішкентай шай қасықта суынан қосамыз. Әбден жұмыртқаның ағуызы көпіршіп, осылай қатты болғанша тез-тез миксерлейтін боламыз. Пряниктеріміз пісті. Енді оны бір ыдысқа салып, ыстық күйінде дайындап алған көпіршікті жұмыртқамызды осылайша араластырамыз. Міне дайын болды пряникімізде. Біраз уақытқа қойсаңыз сырты өзі қатып қалады. Міндетті түрде балдарыңызға мереке жақындап қалды, демалыс күндері жасап беріңіздер. Балдарыңызды бір қуантып қойыңыздар. Балдарыңызға да өздеріңізге де ұнау сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Ас болсын сіздерге де.